Сіз адамдардың мінез құлқын өзін ұстауына, жүріс тұрысына қарап емес, туылған айына қарап білуге болатындығын білдіңіз бе? Бүгінгі біздің видео осы жайлы болмақ. Сіз қай айда туылдыңыз? Сол айда туылғандардың мінез құлқы жайлы айтып беретін боламын. Ал біз бастамастан бұрын міндетті түрде арнамызға тіркеліп қоюды ұмытпаңыз. Сонымен, жылымыздың ең алғашқы айы қаңтар. Қаңтарда туылған адамдар барлық қиындықтарға сабырмен қарап, оны жеңіп өтеді. Барлық нәрседен сабақ алуға тырысады. Қаңтар айында туылған адамдардың ішкі жан дүниесі сұлу, әрі олар армандаудан ешқашан жалықпайды. Олардың сыртқы көрінісі біраз сұсты көрінгенімен, бірақ олар өте кішіпейіл, әрі мейірімді жандар. Қаңтарда туылғандар досқа адал, олардан көмегін ешқашан аямайды. Бұл адамдар үнемі жаңа адамдармен танысқанды ұнатып, және позитивті ортаны өте жақсы көреді. Қаңтар айында туылғандарды сындыру және ренжіту өте оңай, бірақ олар тез арада аяққа тұрып, болған нәрсені тез кешіріп жібереді. Есіңізде болсын, олар бір істі бастаса, оны соңына дейін жеткізіп, мақсаттарына жете алады. Оларды райынан қайтару мүмкін емес. Олай тырысып та көрмеңіз, себебі олар еркін адамдар. Жылдың екінші айы, ақпан айында туылғандар тез ойланып, жылдам шешім шығара алады. Олар туралы қызықты бір факт бар. Ол адамдар айналасындағы достарын санына емес, сапасына қарап таңдайды. Сондықтан олардың достары да көп емес. Олардың сыртқы көрінісі өте ашушаң болып көрінгенімен, ішкі жан дүниесі өте мәрт. Сондықтан олардың сыртқы бейнесіне қарап бағаламаңыз. Олар өмірде өте ақылды, жеті өлшеп бір кесетін адамдар. Олардың басқа да жақсы қасиеттері толып жатыр. Олардың арасында өте әдемі, көңілді, позитивті және ақылды адамдар көптеп кездеседі. Міне, ақпан айының адамдары осындай болады. Үшінші айымыз. Көктемнің алғашқы айы наурызда туылғандардың кейбіреулері әңгімешіл және көпшіліктің назарын өзіне аударғанды жақсы көреді. Олар өз пікірін бірінші орынға қояды. Наурызда туылған адамдар байлық пен мал дүниеге қызықпаса да, өзінен еш нәрсені аямайды. Олар айналасындағылардың бәріне жәрдем беруге дайын. Тіпті кейде біреуді құтқару үшін өз өмірін қауіпке тігуге де қорықпайды. Егер де сізге наурыз айында туылған адам ақыл айтып жол сілтесе, міндетті түрде оларға құлақ салыңыз. Себебі олар ешқашан өзгелерге жамандық ойламайды. Наурызда туылған адамның кемшілігі: олар өте сенгіш, кейде қапаланғыш келеді. Бірақ бір нәрсені біліп қойыңыз. Оларды алдау оңай болғанымен, сіздің істеген жамандығыңызды ойламаған жерден қайтаруы мүмкін. Олар мәрт. Біреу оларға жақсылық істесе, оны ешқашан ұмытпайды. Наурызда туылған адамдардың арасында өнерлі адамдар өте көп кездеседі екен. Сәуірде туылған адамдар үлкен істерді алып жүре алады, және ешкімге тәуелді болғысы келмейді. Бұл адамдар басқа адамдарға қарағанда алға ұмтылу жағынан бірінші орында. Себебі олар өздеріне берілген істі тез, әрі жоғары дәрежеде орындап шыға алады. Жалпы айтқанда, бұл адамдар әрекетке мықты және өткен іске өкініп отыра алмайды. Мақсатына жету жолында алдарынан кескендерді аяп отырмайды. Олар реалистер. Көпшілікпен жұмыс істегенді де жақсы көреді. Бір жақсысы, болмайтын нәрсеге уақытын кетіріп, уақытын босқа өткізбейді. Олардың арасында мықты механиктер, стоматологтар, спортсмендер және бизнесмендер көптеп кездеседі. Мамыр айында туылғандар өздерінің еңбекқорлығымен ерекшеленеді. Мамырда туылғандардың көпшілігі ән тыңдағанды, көңілді орталарда демалғанды жақсы көреді. Олардың көпшілігі көңілді және әзілкеш адамдар болып келеді.
Олардың көбісіне көп сене бермеңіз. Себебі ол адамның көзіне қарап, оның ішінде не болып жатқанын бірден біліп қояды. Оларды ренжітпесеңіз, сізден жақсы адам жоқ. Алайда, байқаусызда ренжітіп қойсаңыз, олар бұны көпке дейін ұмытпайды. Мамырда туылған адамдар өмірде өте ақылды, өзіне сенімді, есте сақтау қабілеті жақсы адамдар. Олар сұлулыққа құмар болғандықтан, олардың ішінде суретті әдемі салып, биді де жақсы билейтіндер кездеседі. Кейбірі әнді де жақсы айтады. Олардың арасында әлемге әйгілі актерлер де аз емес. Маусым айында туылғандар кім? Олар нені жақсы көреді? Сіз бұл адамдармен 1000 жыл өмір сүрсеңіз де, оларды түсіне алмайсыз. Олар кейде мейірімді, кейде ашушаң, ал кейде өзінен басқа ешкімді жақсы көрмейтіндей көрінеді. Маусымда туылғандардың кейбіреуі жалғыздықты жақсы көреді. Олар бос уақыттарында дос жарандарымен, туған туыстарымен хабарласып отырады. Бұл адамдар өздерінің қызығушылығымен, ақылдылығымен және ізденушіліктерімен өзгелерден ерекшеленіп отырады. Бұл айда туылғандарды түсіну қиын. Олар басына түскен қиыншылықтарын ешкімге айтпайды және соның салдарынан кейде депрессияға түсіп қала жатады. Егер де сіз оларды байқаусызда ренжітіп алсаңыз, олар үндемей ғана сізді өз өмірінен сызып тастайды. Олар өте ақылды және сымбатты адамдар. Өз сөзінде тұра алады, махаббатқа берік. Олармен бір нәрседе ойыңыз сәйкес келмей қалса, әрі қарай жалғастырып әуре болмаңыз. Себебі пікірталаста оларды жеңу мүмкін емес. Олардың бірден бір кемшілігі өз денсаулығына салғырт қарауында. Шілдеде туылған адамдардың көбісі өз жарын қызғанады, махаббатқа берік. Шілдеде туылғандар өте балажан және олардан жақсы адам шығады. Олардың жақсы жақтары өте көп. Бұл адамдардың кемшілігі аз. Өзгелерден көрі бұлар идеал адамдар. Олардың көңілі нәзік болғандықтан жақсы жазушы бола алады. Себебі бұл адамдар кішкентай ғана қарапайым нәрсенің өзін тамаша суреттей алады. Бұл адамдар әрі ақылымен, әрі жүрегімен сүйеді. Демек, олар өмірде өз жарын таңдауда қателеспейді. Шілдеде туылғандар өте мейірімді, көңілді жүруді жақсы көреді және өте ақылды адамдар болып келеді. Жаздың соңғы айы тамыз. Тамызда туылғандардың бәрі дерлік, қорықпай тәуекелге бара алатын адамдар. Олар өздеріне өте сенімді, өзгелерді басқаруды өте жақсы көреді. Адамдардың алдында өз пікірін ашық айтудан да тартынбайды. Бұл адамдарға жамандық істесеңіз, қайырымын қайтармай қоймайды. Олар кешіруді, ұмытуды білмейді және барлық ортада өздерін көрсете алады. Шындықты турадан тура адамның бетіне айтуды бірінші орынға қояды. Біреудің кемшілігін іздемейді, ал өз кемшілігін туралауға күш салады. Олардың кейбірі өте сенгіш болғандықтан көп алданып қалады. Бұл адамдардың өмірде жолы болғыш, бақытты адамдар. Олар махаббатқа берік, бірақ онысын білдірмейді. Тамызда туылған адамдар бір сөзді және айтқан сөзінде тұра алады. Қыркүйек айында туылғандар өмірге реалистік көз қараспен қарайды. Өзіне керекті іспен шұғылданғанды жақсы көреді. Олардан жақсы сұхбаттас және дос шығады. Себебі олар сөздерінің арасына мүлдем өтірік қоспайды. Олар үнемі көңілді жүреді. Бұл айда дүниеге келгендердің кейбіреуі тез сүйіп қалады. Олардың көңілі бос және рахымды келеді. Бір қарағанда қой аузынан шөп алмайтындай көрінгенімен өз істеріне өте пысық. Бұл адамдар өте сенгіш келеді. Айналасында болып жатқан жағдайларды қалай бар, солай қабылдай береді. Оларға намыс жағынан тең келетін ешкім жоқ. Қыркүйек айында туылғандардың көбісі ақшаның өмірде үлкен рөл ойнайтындығын біледі және жақсы көреді. Күз мезгілінің екінші айы, қазан. Қазанда туылған адамдар өте сүйкімді және жағымды адамдар.
айналасындағыларды бірден өз-өзіне баурап алады. Себебі олар жақсы киініп, адамдарға әдемі сөйлеуді қатырады. Оларды жаман көру мүмкін емес. Себебі олар таныстарын жиі әңгімеге тартып, оларды жақын тарта алады. Олар өмірге өтірік назармен қарайды. Сондықтан олардың арасынан мықты судьялар мен құқық қорғау қызметкерлері шығады. Қарашада туылғандарды біраз рахымсыз деу мүмкін. Себебі олар қатені кемнен кем кешіреді. Олар өмірге салқын қанды қараса да, сүйгеніне адал әрі романтик болады. Отбасына жайлы, бұл айда туылған адамдар тез шешім қабылдап, өзіне сенетін, барлық істі сапалы орындайтын адамдар. Қарашада туылғандар үйде отырғанды мүлде ұнатпайды. Көшеде серуендеу олардың сүйіктісі. Сүйгеніне адал және өзіне де сондай адалдықты талап етеді. Олардың жүйкесі нәзік болғанымен, олардан тамаша жар шығады. Және жылымыздың ең соңғы айы, желтоқсан айында туылғандар, ешқашан адамның кемшіліктерін жасырып отырмайды. Керісінше, олар әрқашан шындықты адамның бет жүзіне турасынан айтады. Ол адамдар өмірдегі проблемаларға тез шешім шығарады. Өз пікірін сараптап, көпшіліктің сөзіне назар аудара бермейді. Олар тыныштықты және гармонияны жақсы көреді. Олармен сөйлесу адамға қуаныш сыйлайды. Себебі олар өзгелерге ақылмен сөйлеп, адамның жанына тыныштық сыйлай алады. Олар өмірді терең түсінетін, бәрін ақылмен шешетін адамдар. Желтоқсан айында туылғандар у-шуды ұнатпағанымен, көпшілік назарын өзіне аударып, оларға жақсы көңіл-күй сыйлай алады. Сонымен, өз айыңызды таба алдыңыз ба? Берілген мінез-құлық сипаттамалары оған сәйкес келеді деп ойлайсыз ба? Пікіріңізбен комментарийде бөлісе отырыңыз. Құрметті көрермен, егер сізге бұл видео ұнап жатса, міндетті түрде лайк басыңыз. Біздің арнамызға тіркеліп, ана тіліндегі контенттің әрі қарай дамуына өз үлесіңізді қосыңыз. Сіздермен бірге болған даналық сөздер. Келесі кездескенше.